Баршаңызға сәлем, сұлуларым. Бүгін біз қаймақты пирог дайындаймыз, яғни сметанный пирог. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды, тоңазытқыштан шыққан сары майымызды салып, песок болғанша араластырамыз. Сосын шым тұз, қосылтқышымызды, шекерімізді салып, тағы араластырып аламыз. Сосын жұмыртқаның сарысын, суымызды салып, қамыр болғанша илейміз. Егер қолдарыңызға жабысып жатса, тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдыруға болады. Ал қолдарыңызға жабыспай жақсы иленсе, бірден формаға салып жайбасаңыздар болады. Сосын қаймағымызды аламыз, оған қантымызды салып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Сосын бір жұмыртқаны және жұмыртқаның ақ уызын салып, оны да араластырамыз. Ең соңында картоп крахмалын салып, оны да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мен қамырымды жарты сағатқа тоңазытқышқа қалдырдым. Тоңазытқыштан алып, формамды майлап алып, қамырларымызды жайып шығамыз. Сосын қаймақты құямыз. Қызып 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минут пісіріп аламыз. Немесе қызарғанша пісіріп алсаңыздар болады. Пирогымыз піскеннен кейін суытып тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қалдырамыз. Жасап көріңіздер, ол өте тез, оңай әрі дәмді ас болсын.